сыныптан тыс болады. Сабақты бастамас бұрын біз сайыс сабағымыз қызықты болу үшін көңіл-күйімізді көтеріп жүрейік, иә? Қане бастайықшы? Қайырлы күн болсын, жеті күннің ішінде сәттілікке толсын. Тапқырлар патшалығының әлеміне қонаққа барамыз. Бүгінгі біздің сабағымызға дым білмес келді. Дым білместі білесіңдер ғой, яғни дым ештен келмейді. Сол себепті барлығымыз осы дым білмеске көмектесу керекпіз. Және осы дым білместі білгір деген ұстаз бар. Сол білгір ұстазымен бірге біз барлығымыз осы патшалыққа, әлем патшалығына барамыз. Яғни қандай патшалыққа? Кітаптар патшалығына, сандар патшалығына барамыз, өлеңдер патшалығына, табиғат патшалығына, асыл патшалығына барамыз. Яғни бұл патшалықтарға неге барамыз? Себебі балалар дым білмес, бұл жерде біраз дүниені қателік жасапты. Біз сол дым білмеске бізде не істеу керекпіз? Көмектесу керекпіз. Яғни білгірмен бірге енді балалар сайыс сабағымызды бастаймыз. Сайыс сабағында білесіңдер топқа бөліну керекпіз. Қай топ дұрыс, жылдам дұрыс жауап беретін болса, сол топқа бір бал қойылады. Ал ол топ балдарын осы күнделіктегі балдықтармен, балдық жүйесімен белгілеп отырамыз. Байқап отырсаңдар, балдық жүйесі нөл белгісінде тұр. Қазір осыны 3 топқа сендерге бөліп беремін. Тапқырлар патшалығы өмір сүрген, заңдары ашылыпты дана тілмен. Патшалыққа саяхат жасай жүріп, әр адам табиғаттың сырын білген. Ал енді балалар, біз бірінші патшалығымыз олар кітаптар патшалығынан бізде нелер келіп отыр? Құстар келіп отыр. Сол құстардағы бізге хат беріп тұр. Осы хатты ала отырып, топта не істейміз? Жерде берілген тапсырма бар. Сол тапсырманың арасында сөздерді біз анықтау керекпіз, және содан мақал шығару керекпіз. Балалар, енді сендер осы жерде тапсырманы таңдап алдыңдар. Енді бұл жерде не бағаланады, қандай бал қоямыз? Біріншіден бұл жерде сендер сөзді анықтайсыңдар, 1 бал, мақалды шығарып анықтап айтқандарың үшін 2 бал қойылады. Ал қане бастаймыз. Мынаған жазамыз балалар. Ал балалар болды, тоқтаймыз. Бізде бірінші ізденбас тобы аяқтады. Бұл сайыс болғаннан кейін бұл жерде жылдамдық керек, тезірек алғырлық керек. Ал ізденбазда сендерге қандай тапсырма келді? Екінші жол, 12-ші сөз, 3-ші жол, 4-ші сөз, және де 6-ші жол, 5-ші сөз. Қандай мақал шықты сіздерде? Кітап алтын қазына деген сөз шықты. Жарайсың. 2 балдарды қойыңдар, яғни көтереміз 2 балдар. Жақсы, енді 2-ші топ аяқтады. Кім ол, я? Алдыда білгірлер тобы. Кітапта білім қалады. Қалай? Кітапта білім қалады. Дұрыс, кітапта білім қалады. 2 балды қойды. Енді балалар, біз сандар патшалығының әлеміне келдік. Сандар патшалығынан бізге сонау ғарыштан ғарышкерлер тапсырма беріп жіберіпті. Сол тапсырманы барлығымыз орындау керекпіз. Ал Исмаил Шығағой, Айша, Оралхан қандай болды? Сандар патшалығындағы тапсырмаларды таңдаңдар. Екі таяқшаны жылжыта отырып жауабын ақтаймыз. Болды, деп салдар. Бізге 1 көбейту 1, 99 деген сан шықты. Біз ояқта 2 таяқшаны қозғалтып, 7 көбейту 7, 49 деген сан шығады. Жақсы, жарайсыңдар, яғни 1 балданды жоғарламыз. Бізге 1 көбейту 1 деді. Сол кезде біз 2 таяқшаны алдық. Бірінші біз 9-дан 1 таяқша алып, мынау 1-дің төбесіне ауысып 7 болды. Сосын барып 4-дің мына жерінде 2 таяқшасын алып, мына жерге ауысып. Сол кезде 7-ге 7 өте мезет 49 шықты. Жақсы, бірақ сендерде қателік бар жоқ? Яғни сендерде қателік 7 көбейту 7, 49 болады. Яғни санды дұрыс жазбаған үшін, қоймаған үшін таяқшаларын 1 бал берілмейді. Ізденбаздар тобы сендерге қандай тапсырма берді? Бізге сандарды қою тапсырмасы қажет. 1 çıkan 9, 15, 18, 12, 11, 3, 5, 7, 8, 13 sandары. Оның ішінен мен 15-ті қосып 12-ге қосамын 3-ге тең 30-ды шығарып алдым. Дұрыс шықты ма? 15-ге қаншаны қосты? 15-ге 12-ні қосса қанша? 27. 27-ге 3-ті қосса 30. Жақсы, жарайсыңдар, 1 балдарыңды қоя қойыңдар. Шығарды шығарсын.
ең бірінші біткен топпен осымен уақытты тоқтатамыз. Ал енді бізде бірінші біткен қандай топ? Бізде бастап топ. Яғни өлеңді жинақтады, сонымен қатар пазлды аяқтады. Ең бірінші болып бітірген бізде осы топ. Ал сендерде кім айтады? Қандай өлең шумағы шықты? Бізде бұл жерде өлең шумағын дұрыстап қойып, және де авторын анықталып берді. Бізде осындай өлең шықты. Bir алаға сүйеніп, кел балалар оқылған көңілге ықыласпен оқылып. Авторы Ыбырай Алтынсарин. Және пазлдары дұрыс шығыпты. Бұл тапсырмаға мен қанша балл қойып едім? 3 балл қойылған. Яғни 3 баллдан көрсетіңіздер. Келесі алдыңғы тобы. Сендерде қандай өлең шумағы шықты мен? Бізде өлеңнің авторын және өлеңді бетімен қою керек болды. Бірінші бізде бір аллаға сынып, кел балалар оқылғанға көңілге ықыласпен оқылып. Және бұл өлеңнің авторы Ыбырай Алтынсарин. Және пазлдарын дұрыс анықтап қойылған. Сонымен бізде бұл жерде де 3 балл қоясыңдар. Сендерде қандай өлең шумағы шықты? Кел балалар оқылғанға көңілге ықыласпен оқылып, бір аллаға сынып. Кімнің өлеңі? Дұрыс. Бірақ сендерде пазл толық жинақталмапты. Сендерге онда қанша балл қойыламыз? 2 балл. Яғни өлең жолдарын дұрыс анықтап таптыңдар және өлеңнің авторын анықтадыңдар. 2 балл қойылады, пазлдарын толық аяқталған, яғни 1 баллдарын жоқ. Яғни 2 баллды жоғалтамыз. Жақсы балалар. Ал енді балалар өлеңдер патшалығын аяқтап болсақ, енді табиғат патшалығына көңіл бөлейік.